Қызыл киімді қыз, ол кім? Тарадан! Қайроштың қасындағы қызды видеоның соңында көрсетіп айтатын боламыз. Қайрат Нұртастың бейтаныс қызбен түскен видеосы желіде тарап бүкіл қазақ елін және де кішкене Қарақалпақстанды шулатты. Жазылушылар күдіктеніп, бұл жасырын махаббаты деп айыптады. Қайрат Нұртас қызыл көйлек киген, бойжеткенмен бірге қымбат көлікке мініп демалуға кетіп бара жатыр. Пікір айтушылардың пікірі екіге бөлінді. Біреу бұл ақпарат отбасын ойрандады деп айыптап, видео авторын айыптады. Ей автор, әжелерге ұқсап өсек айтудың не қажеті бар? Құттықтаймыз, бір отбасы бұзылды. Ер адамдар өсекші әйелдерден де жаман. Автордың пікіріне сенбей, өз жорамалдарын ұсынғандар да бар. Клип түсіріп жатқан шығар, қолында костюм ұстағанын көруге болады. Бұл жұлдыз. Олар әріптестер. Және әрине екі майданда ерлі зайыптылардың жанкүйерлері. Әншіні кінәлап жатқандар әйелін қорғауға шықты. Ал бейне баянның кейіпкерлерін ақтап жатқандар Қайрат Нұртастың нағыз жанкүйерлері. Ол жұлдызға лайық емес. Жұлдыз барда басқалар не үшін керек? Красавчик, заң бойынша 4 әйел алуға болады. Сенің мұрагерлерің көп, ақшаң жеткілікті. Бұл оның екінші әйелі. Бұл оның өмірі, саған не керек? Ал Қайроштың жан-жары бұл видео туралы демеді. Қайроштың қасындағы қызыл көйлекті киген бойжеткен, ол мәлімдеме бойынша клипке түсіріп жүрген кезде болған деседі. Бірақ анық-қанығын Қайроштан басқа ешкім білмейді.